Подшуба салат әзірлейміз. Селедканың орнына шпрот қолдандым. Селедканы қолдануға болады. Тарелкамыздың ортасына стаканымызды қойып, шпротымызды салып, майонезімізді жағып, үстіне картофелімізді салып, бір тегістеп, майонезімізді жағып шығамыз. Оны да тегістейміз. Арасына тұз сеуіп қойды ұмытпаңыздар. Сәбізімізді саламыз. Піскен сәбізімізді осылай бір келкетіп тегістеп, майонезімізді жағып, тегістеп, үстінен жұмыртқа, оның үстінен тағы да майонезімізді жағып, тегістеп аламыз. Үстінен қызылшамызды саламыз. Оны да бір тегістеп, үстінен майонезімізді жағамыз. Шаңшықтың көмегімен бір тегістеп аламыз. Жұмыртқаның сарысымен әсемдейміз. Қаламызша әсемдеуге болады. Ортасында тұрған стаканымызды алып тастаймыз. Қаламызша әсемдесеңіз болады. Мен осылай укроптың көмегімен әсемдедім. Осымен біздің подшуба салат дайын. Толығырақ YouTube каналымнан көрсеңіз болады. YouTube поиске Арайлым Жаманқұл деп жазсаңыз бірден шығады. Каналға тіркеліп қойды ұмытпаңыздар. Каналымнан басқа да қызықты рецепттер таба аласыздар.